Адам үшін денсаулықтан артық байлығы жоқ. Бақыттың 90% дұрыс денсаулықта екенін ұмытпаңыз. Баршаңызға сәлем. 1001 кеңес арнасында адам денсаулығына қатысты алтыннан да пайдалы кеңеспен бөлісетін боламын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Бірінші, тым ыстық тамақ ішпеңіз. Ыстық тағамдар ағзадағы микробтармен күреседі. Оны білеміз. Алайда сол бактерия мен микробтардың ішінде пайдалылары да бар. Ағзадағы жасушалар өте нәзік болады. Ыстық тағам олардың тіршілігіне кері әсерін тигізуі мүмкін. Әсіресе қалқанша безінің жұмысына кедергі келтіреді. Ауыздан жағымсыз иістің шығуы да осыдан. Сіз ішетін тағам мен сусындар 45 градустан аспауы тиіс. Екінші, суды бірнеше рет қайнатпаңыз. Су қайнаған сайын өзінің пайдалы қасиеттерін жоғалтады. Сондай-ақ бірнеше рет қайнату арқылы ағзаға тигізетін зиянын да арттыра түсеміз. Негізі суды қайнатудың орнына фильтрден өткізіп алған дұрыс. Құдықтан алынған судың да зиянды тұстары бар. Соңғы кездері құдық суынан мышьяк табылуда. Бұл ағза үшін у болып есептеледі. Үшінші, суды көбірек ішіңіз. Ағзаны қалыпта ұстау үшін күніне 2 литр су ішу қажет. Одан кем емес. Нақтырақ айтатын болсақ, әр адам өзінің 1 келі салмағына 30 мг су ішкені дұрыс. Осылай сіздің салмағыңыз 70 келі болса, онда күніне 2 литр су ішесіз. Ал салмағыңыз 80 келі болса, 2,5 литр су пайдаланыңыз. Төртінші, жаңғақ жеңіз. Ол өмірді ұзартады. Жаңғақты күн сайын жеуге әдеттеніңіз. Өйткені оның құрамында Е дәрумені бар. Сондай-ақ жаңғақ адам ағзасының қартаю процесін баяулатады. Ең пайдалы жаңғақ деп грек жаңғағын атауға болады. Грек жаңғағын күніне 100 граммнан артық жемеңіз. Өйткені шамадан тыс жеудің өзінде де өзіндік зардабы болуы мүмкін. Күнбағыс шемішкесін де аз мөлшерде пайдаланған денсаулыққа қауіпті емес. Тек тісіңізді сақтау үшін оны қолмен шағыңыз. Бесінші, сабынды аз тұтыныңыз. Күн сайын сабынмен жуыну теріңізді құрғатып жібереді. Терімізді инфекциямен тезірек қартаюдан қорғап тұратын қатарды да жуып тастаймыз. Сондықтан сабынды тұтынуды азайтыңыз. Оның орнына душқа арналған гель пайдаланған әлде қайда пайдалы. Алтыншы, адреналинді көбейтіңіз. Үй, жұмыс, сабақ, үй, жұмыс деп жүретін жандар үшін адреналинді арттыру керек. Мұндай қызықсыз график арқылы сіз өмірдің керемет мәнін түсіне алмайсыз. Депрессияға түсіп кетесіз. Достарыңызбен қыдырып, жұмыс пен тұрмыстағы проблемалардан әбден демалыңыз. Аттракциондарға барып, көңіл көтеріңіз. Парашютпен, роуп джампингпен секіріңіз. Мұның бәрі сіздің сергек әрі көңілді жүруіңізге әсер етеді. Жетінші, шылымнан бас тартыңыз. Темекіден бас тарту денсаулығыңызды ғана емес, экономикалық жағдайыңызды да жақсартады. Шылым шегуді доғару арқылы ағзаңызды көптеген зиянды әдеттерден қорғайсыз. Сондай-ақ медициналық зерттеу нәтижесінде шылым адам өмірінің 7-10 жылын қысқартатыны дәлелденген. Сондай-ақ темекі шеккеннен кейінгі жағымсыз иіс өзіңізге де, айналадағы адамдарға да ұнамайтыны белгілі. Жылына 600 мың адам темекі шегуден келетін түрлі сырқаттардан көз жұматынын есте сақтаңыз. Сегізінші, колбаса сатып алуды доғарыңыз. Құрамында канцероген бар заттардан түгелдей дерлік бас тартыңыз. Олардың қатарына қақталған, маринатталған, консервіленген, майға қуырылған, тұздалған және натрий нитриті қосылған тағамдар жатады. 50 грамм қақталған колбасаның зияны күніне 1 пачка шылымның түтінімен тең. Тоғызыншы, ұйқыңыз тыныш болсын. Күніне кем дегенде 8 сағат ұйықтаңыз. Ұйқыңыз тыныш болу үшін бір уақытта жатып, бір уақытта тұруды әдетке айналдырған жөн.
Физикалық күшіңізді қалпына келтіріп, басыңызды жақсы жұмыс істеуіне ұйқының тікелей әсер ететінін ұмытпаңыз. Иммунитеттің көтеріліп, жай ғана көңілді жүрудің өзі ұйқының тыныштығынан. 10. Пессимизмнен арылыңыз. Жаман ойларға берілмеңіз. Ылғи позитив ойлауға тырысыңыз. Көңіл күйді түсірмеңіз. Болашаққа сеніммен қараңыз. Бәрі жақсы болады. Бүгінгі пайдалы ақпаратым кәдеңізге жарасын.